Баршаңызға сәлем, сіздермен Олжалғас. Бүгін өте жұқа және өте жұмсақ, өте дәмді, бірден идеально шығатын құймақ жасаймыз. Бізге керегі жұмыртқа, шекер, тұз, жылы су, жылы сүт және де иіссіз өсімдік майы және ұнның қажет. Өлшемдерін астына қалдыратын боламын. Ыдысымызға жұмыртқаны салып, бір араластырып, үстіне тұзбен шекер салып, шекер ерігенше араластырамыз. Үстіне жылы сүтімізді саламыз. Содан 6 ас қасық өсімдік майымызды, онды 2 бөліп салып, араластырып, ең соңында жылы суымызбен басын біріктіріп, осындай сұйықтықта құймақ жасаймыз. Алдын ала қызарған табаға 2-3 капля өсімдік майын біріншіне ғана құямын. Содан бір ожаудан салып, құймақ тестамызды қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Осылай қызартып пісірген ұнайды. Қызарғаннан соң екінші бетіне аударып, екі жағын осылай әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Тез дайындалу үшін екі табаны қыздырып, екі жақтама пісіріп алдым осылай. Дәл осы рецептпен менде 30 шақты шықты. Осылай қызарып, өте жұқа және осындай тесіктері болып шығады. Ортасына мен крем-чиз салдым, яғни торттың кремі. Сіздер салмасына кез келген затты салсаңыздар болады. Вареный сгущенка, шоколад, немесе нутелла, кез келген маған начинкаларыңызды сала бересіздер. Осылай барлығына салып, бетін 50 грамм шоколадты ерітіп, бетін әрледім. Может, жидектермен, ягодалармен тоже безендірсеңіздер болады. Пайдаларыңызға жарасын, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.